Құрметті қазақ елі, бүгін біз Тұран-Ойпат Арал теңіз қоғамдық бірлестігі Тараз қаласында Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы университеттің ұйымдастыруымен Аралға су көлемі экомарафон 2 атты ғылыми тәжірибелік конференция өткіздік. Осы конференцияның өткізуіне мұрындық болған осы университеттің ғалымы Халипа қарындасымыздан сұхбат алғымыз келіп отыр. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме қазақ елі? Менің аты жөнім Садиева Халипа Рысқұлқызы. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университетінің қауымдастырылған профессоры, техника ғылымының кандидаты, химия және химиялық технология кафедрасының профессоры. Фосфогипстің құрамын өздеріңіз біліп отырсыздар, біздің фосфоритпен Россияның апатитінің айырмашылығы көп. Оларда фосфориттер 35% пен 50% ортасында болса, ал бізде 24% пен 24%, ал байыту кезінде 25-26% қазір жетеді. То есть олай болатын болса, фосфогипстің құрамында жалпы фосфориттердің құрамында 25%-ге дейін фосфаттар болатын болса, қалған 75% басқа элементтер болып отыр. Оның ішінде металдар, бағалы металдар және сирек жер элементтері болып отыр. Міне қарайтын болсақ, міндетті түрде оның ішінде бізде мына Жамбыл облысының кенді жерлерінің барлығы беріп тұрады деп айтылады упорный руда. Ол біріншіден, екіншіден осы упорный руда дегенде ол жерде именно фториттер және мышьяк, пирит, кальхопирит, арсенопирит деп айтады. Пирит бұл жерде темір мен күкірттің қосылысы, кальхопирит мыс пен күкірт және темірдің қосылысы, ал арсенопирит именно мышьяк, фтор және темірдегі қосылысы. Сондықтан мына фтор мен мышьяк бізде мынау бағалы элементтердің барлығында қорғаныштық қабат түзіп тұрады екенде, өте активті элемент фтор деген. Қорғаныштық қабат түзіп тұрады екенде, басқасын көрсетпейді екен. Міне алдарыңызда отырған схемада, таблицада фосфогипстің құрамындағы өте бағалы элемент селен, цинк, кадмий, стронций, барий, купрум, никель, мышьяк. Қанша процент екенін көріп отырсыздар, мышьяк өте көп. Кобальт, плюмбум, тяжелый металл, калий, молибден, марганец, хром, алюминий және де сирек кездесетін жер металдарын анықтап отырмыз. Келесі, міне сирек жер металдардан көріп отырғанымызда лантандар: иттербий, церий, неодий, галолий, лантан, европий, самарий, тербий, диспрозий, голий, эрбий, лютеций және тантал элементтері анықталып отыр. Міне осындай бағалы 75% фосфориттер бұл тау жыныстарынан, Қаратаудың тауынан шыққан нәрсе ғой өзі. Осындай 75%-дің басқа бағалы элементтер құрап отқан кезде сіздер аралға су келе десеңіздер, мен айтар едім, фосфогипсті қалдық деп айтуға болады ма деп. Сондықтан өңдеу технологиясы келе қалып отыр ғой бізде. Міне біздер не істедік? Жаңағы синтез жасай отырып, осы элементтердің еш болмағанда келесі слайд. Темі мынау магний, стронций және титан. Титан бізде темір болған жерде титан міндетті түрде болады. Ол да тяжелый металл. Осы металдарды бірінші бөліп, олардан сальвин шығар ма, жоқ катализатор шығарды ма, соны көріп бақтық. Енді одан ары белгісі. Фосфогипсінде біз титан қалдықтарының, титан элементтерінің бар екенін көріп, оны бөлуге тырыстық. Мінекей магний, стронций, титан құрамында элементтерді бөліп алып, бізде университетімізде нанотүтікше бар. Көміртегі нанотүтікшесіне сала отырып, нанотехнологиямен бізде жаңағы бөлу технологиясы және наносорбенттер, нанокатализаторлар жасау технологиясын жасады. Бұл жаңа технологияның түрі деп айтылады. Өте керемет бағалы элементтер. Келесі жолға темір, енді темірге келейік. Міндетті түрде темір бар бізде. Темір менен марганецті қоса отырып, ферромарганец жасауға тырыстым. Слайдта марганец бар екенін көріп отырмыз. Келесі слайдта мінекей бөле отырып, синтезде біздер тағы да нанотүтікшеге қойып өсірдік. Себебі неде? Себебі ферромарганец 2000 градуста және 2200 градуста балқиды. Ферромарганецті өздеріңіз біліп отырсыздар, қайда қолданылатынын. Ал ендігі жерде біз соның максимально балқу температурасын түсіріп, электроэнергияны үнемдеуге тырыстық. Бұл жерде нанотрубканы пайдаланып отырып, біздер 850 градус пен 950 градустың ортасында балқып, толқынменен ферромарганец түзілетініне көзіміз анық жетті. Мүмкіндігінше электроэнергияны экономдауға болатынын және ферромарганец қосылыстарын бөліп алуға болатын. Марганец ол өзінің құрамынан шығып отыр фосфориттердің. Темір өзінің құрамынан шығып отыр. То есть бірлесе отыр
Одан басқа да бізде мынау қорғасын тяжелый металл деп есептелінеді. Қорғасы мен селен көп, селенді бөлдім екеуін. Сөйтіп синтездеп оның катализатор болатындығына мына катализатор жасады. Міне бөлу схемалары алдарыңызда тұр. Біздегі жаңағы айтып отырған фтор элементтері бізде 2,128-ден 2,130-ға дейін жетіп отыр. Сондықтан фтор өте көп, фторды бөле отырып бізде фтор каучик жасады. Фтор каучикте бізде резина заводы бар, резина техникалық бұйымдарға. Фтор каучик қайда қолданылады? Мына алдарыңызда отырған кабельге қолданылады. Оны жасауға болады. Міне фтор каучиктің бөлу схемасы және қалай технологиясын көрсетіп отырмын алдарыңызға. Одан әрі ендігі кезек мынаған келіп отыр. Бізде қазірде мына қар жауып кішкене қаламыз тазарып қалды, жалғыз фосфогипс емес, өндіріс болғаннан кейін оның газды түтінді булары шығып отыр. Енді бізде мына фосфориттерді бөліп ыдырату үшін күкірт қышқылы қолданылады. Күкірт қышқылы жасайтын цех ашқан қазфосфат. Оған мынау мұнайдан бөлінген күкіртті, то есть теңіз күкіртінен алып келіп жаңы өртеп күкірт қышқылын дайындап отыр. Енді бұл күкірттің бойында өзінде 78-80% таза күкірт. Одан қала берді азот, оттегі және магний, купрум, феррум және органикалық қосылыстар мұнайдан бөлінген алкил, арин, парафиндер көп болып отыр. Сондықтан 80% күкірт болғанымен қалғандары жаңағы көбіне парафин болып отыр. Ендігі кезекте өртеп жағып, одан күкірт қышқылын алу кезінде, бастапқы кезде резервуарларды толтырып алғаннан кейін 2 ай жұмыс істеп, 3 ай тоқтатып отырған. Бұдан 3 жыл, 4 жыл бұрын. Ендігі кезекте 2 цех жұмыс істейді. Қазір біріншіден амофос 1, амофос 2. Сол себепті күкірт қышқылының көп қажет етуіне байланысты ол кісілер қазір күндіз-түні қосылуда ғой бұл цехты. Сол себепті біздің жаңағы газ, сервисный газ деп айтылады, күкіртті тотықтан, күкірт 4 валентті тотық деп айтамыз, SO2 газы. Тіпті қаланың ішін улап болуда. Оның ішінде, қаланың ішінде, мен сыртта айтып отқан жоқпын, райондарда айтып отқан жоқпын, 15-ші микрорайон, өте жақын жаңа микрорайон, заводқа почти жақын орналасты десек болады. 12-ші микрорайон өте жақын орналасқан. Кешкі уақытта және азанғы уақытта кәдімгі біздің қаланың іші тұман сияқты болып тұрады. Ал енді елдің бәрі жөтеліп, тамақ ішіп, өкпе ауруына, тыныс ауруларына шалдығып жатыр. Бұл неден деп экологтар зерттеп тексерген екен. Әрине бұл жерде газдың мөлшері өте көп. Ол неден болып отыр? Мен өндірісті кінәлай алмаймын. Фильтрді қойып жатыр. Ай сайын ауыстыратын жатыр. Бірақ та бұл жердегі мәселе тұрмада. Мынау жаңа күкірттің құрамындағы 20% парафиндер және мұнайдың органикалық заттары балқығаннан кейін тіптен менің трубаның ішін бітеп қалып жатыр. Оның үстіне бізде мұнайды тереңнен жаңағы теңіздің түбінен жаңағы айдап шығарып жатқаннан кейін оған утяжелитель дейді, салмақты басу есебінде баритті сульфат қосылады, жіберіледі. Себебі бірінші метан шығып кететін болса, онда жарылып кетеді. Бірінші су шығу керек, екінші мұнай, үшінші барып метан газы шығу керек. Сол себепті біздің шығанақ месторождение бар бізде, Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында. Сол жерде баритті қоспалар бар бізде. Барит сульфаты деп айтылады. Барит деп айтылады аты. Соны тікелей мұнайды жерге тасып, соны бірінші трубаға құйып жатыр. Ендігі мәселе, бұл жерде трубаға құйылғаннан кейін мұнайға ол міндетті түрде әсер етеді, әрине салмақпен басады, бірақ та мұнайдың құрамында органикалық қышқылдар болғандықтан ол да ерітал, ерей отырады, мұнаймен қайта ілесіп шығып отыр. Сондықтан мына күкірттің құрамында тяжелый металлардың болып отқаны сол, темір және мұнай болып отқаны сол, бариттер. Ендігі кезекте біз мұны өтеп жатқан уақытта заводта мен өзім көзіммен көрдім, 17-18 жылдар мені шақырды, енді трубаны 2 метрден жаңағы блокқа посадить еткен екен, алып күлбаумен ұрып жатыр, тіпті түспейді ішіндегі, трубаны тазалай алмайды. Содан кейін мен айттым, бұл қалдық емес дедім, енді қараңыздар сіздер. Бұны сіздер астынан газогенкамен жасаңыздар, май сияқты ағып түседі, бұл парафин дедім, парафин қосылыстары. Одан әрде олар алып тазалады, ендігі мәселеде осы мәселе труба бітелгеннен кейін қанша жерден фильтр қойса да, ол қаланы бұлғауда. То есть ауаға тарауда газдар.
Сондықтан трубаның мәселесі өткір тұр бұл жерде. Жалғыз біздің Жамбыл облысында тұрған жоқ бұл. Ақтау, Атыраудағы мұнай өндірісіндегі проблемалар, трубалардың іштегі бітелуі, оның тазалау қиын екендігі, міне осы зерттеулерге байланысты. Енді айтайын сіздерге, анау мұнайдың трубаның ішінен шыққан ешқандай да қалдық емес. Ол анау теңіздің түбінен шыққан таза табиғи қоспалар, таза органикалық табиғи қоспалар, оны субсидия деп атайды. Субсидия бізде табиғи янтардың жаңа мінекей табиғи янтардың шикізаты болып табылады. Енді байқасаңыздар, мен осында жұмысты әкеліп трубаның ішінен алдым. 1 кило 200 грамм берді кассасына. Мен оны алып келіп, жаңағы глубокий исследование дейді ғой енді. Терең зерттеу нәтижесінде синтездей келе янтар синтездеп алдым. Ол міне менің қолымда отыр, ешқандай өтірігі жоқ. Енді өзімнің еңбегім болғаннан кейін янтар жаңағы зергерлерге апарып, янтар моншақтарын жасатып алдым. Моншағы да бар, қолыма сақина да жасап алдым. Олай болатын болса, трубаның ішіндегі де бітеліп жатқанда қалдық емес ағайындар. Фосфогипсті мен қалдық деп айтпас едім, таза минерал. 75% бағалы элементтер, бағалы сіңдірік жер элементтері жаңағы. Енді содан кейін жаңағы мына жердегі айтып отырған нәрсе, бұл біздің Таразда болып жатқан проблема емес. Батыс Қазақстанның барлығында осындай проблема болып отыр. Рас қой бұл? Өте рас ғой. Мұнай химия, жаңағы мұнай химия деген мамандықты ашып отырмыз. Біз магистратурада биыл бұйыртса қабылдаймыз деп отырмыз. Сондықтан мен айтар едім, біздің тағдырымыз, Жамбыл облысының тағдыры, мынау Аралдың тағдырымен де бірдей су тапшы. Мынау Батыс Қазақстанның тағдырымен де бірдей. Себебі біздер де күкіртті пайдаланып жатырмыз, күкірттің зияны менен пайдасын қатарынан көріп жатырмыз. Сол себепті өңдеу технологиясын жасайтын болса, мына трубаларды тазалау бізге қиын тимес еді. Тек қана өңдеу технологиясы кенже қалып тұр. Фосфогипсте де, осы күкіртте де. Енді сіздерге айтып өтейін, қазіргі кезде әрине біздер мынау өндірісті тоқтата алмаймыз. Ол біздің негізгі жүрек қан тамырлары сияқты қан тамырымыз біздің жүріп тұрған. Қаншама адам жұмыс істеп, семьясын бағып отыр, кредиттерін төлеп отыр. Дегенмен, елдің бәрін ақша табылады екен деп, елдің бәрін ұлауға болмайды ғой. Рак ауруы көп бізде. Мына тыныс жолы аурулары өте көп. Бізде артрит, артроз аурулары өте көп. Солай ғой енді. Грижа кетіп жатыр қазір. Тіс ауруын тіпті айтпай-ақ қояйын. Кішкентай балалардан 60-70-тегі аталарға дейін тістері қазір өте жағдай қиын. Міне, осындай экологиялық проблемаларды бола отыра, бізде мына ғылыми зерттеу жұмыстарының барлығын зерттей келе, өтініш айтқым келіп отыр. Мына бізде 5 мемлекетте бірдей ИАЗИС жиналысы болды, 5 жыл. Мен сол жиналысқа тікелей қатыстым. Оған біздің Жамбыл облысынан Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестер, Қазақстаннан Азот, Казазот және мен қатыстым. Именно мынау мұнай өндірісі және мына химия және химиялық инженерия саласы бойынша. Сонда айтылған нәрсе барлығы өңдеу технологиясына тіреліп отыр. Өңдеу технологиясын жасау кезінде міндетті түрде мынау ғылыми зерттеу жұмыстары неокр деп отыр ғой. Научно-исследовательский конструктивный работа дейді. Ғылыми зерттеу конструкциялық жұмыстары бизнестің басында тұрсын деп айтты. Егер де біздер бірігіп жұмыс істейтін болсақ, бірігіп жұмыс істеп осы проблемаларды шеше біліп, өңдеу саласын жолға қоятын болсақ, осының бәрі шешіледі ағайындар. Енді мен айтқым келеді, бүгін мына қоғамдық бірлестіктердің келгеніне мен өте қуанышты болып отырмын. Сол ИАЗИСтің жиналысы басталғанда біздің Қазақстанның үлкен өнеркәсіптері, основном Ақтау, Атырау, фармацевтика саласы, біздің мынау Казазот, Қазфосфаттың барлығы мынау ғылым саласына қарсы болды. Біздердің ғылымға бөлетін ақша. Сондықтан бізде айтты, енді мынау ғылым саласы бізге қажеті жоқ. Олар өз алдында, біздер өз алдында сөйлейміз деп. Сондықтан бірігудің мәселесі осы экологиялық проблемаларды шеше отырып, жаңа өндіріс ошақтарын ашу, өңдеу технологиясын, кенже қалған өңдеу технологиясын жолға қою болып табылады. Дәл қазіргі жағдайда қоғам басқаша сөйлеп отыр. Айтып жатыр, енді біздер егерде өңдеу саласы ашылатын болса, біздің жастарымыз шетелге кетіп клубника термес еді, өзіміздің елімізде жұмыс орны ашылар еді, мамандық бойынша жұмыс жасар еді деген халықтың сөзі қазір тіпті өзгеріп кетті. Бұдан 5 жыл бұрын бізге сендердің ғылымдарың не керек, велосипед ойлап таппайсыңдар ғой деп айтатын. Ал қазір тіпті басқаша сөйлейді біздің халық.
Неге біздерде өндіріс орны жоқ? Неге біздің жастарда жұмыс жоқ? Неге шетелге кетіп жатыр? Неге сіздер енді мынау ғылым саласы неге осыған көмектеспейсіздер? Неге өндіріспен бірігіп жұмыс істемейсіздер деген сұрақтар өте көп туындап отыр. Сондықтан қоғамдық бірлестіктер, сіздер мені дұрыс түсініңіздер. Мынау біздің дәл осы конференцияға қазір білдей 4 университет қатысып отыр. Ол Алматыдағы Қаныш Сәтпаев атындағы ғылыми зерттеу университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақтың ұлттық ғылыми зерттеу университеті, Шымкенттегі Оңтүстік Қазақстан ғылыми зерттеу университеті және Дулати атындағы біздің Тараз университеті қатысып отыр. Біз бостан-босқа доклад жасап, басымызды қатырып, уақытымызды алып отырған жоқпыз. Бірлесе отырып жұмыс істейік, біздердің жұмыстарымызды көріңіздер. Неге біздер жаңағы бәріміз бір қазақ емеспіз бе? Қазақстанды көтеруге, экономикаға атсалысуға, көтеруге, түрлі өндіріс орындарын, өңдеу өнеркәсібін жаңағы жолға біздің фосфаттардың құрамы азайып тауға кетіп жатыр. Ал тауда өздеріңіз білесіздер, тау жұмыстарының құрамында металдар өте көп. Сондықтан біздің металлургия саласын көтеріп отыр қазір. Байқасаңыздар, жаңағы Қордай ауданында Қытай инвесторлары келіп, молибден және күміс металдарын игеру саласы бойынша жұмыс жасайын деп отыр, завод соғайын деп отыр. Сонымен қатар мен айтар едім, біздің Жамбыл облысында алтын да бар, алтыннан көп платина, палладий да бар. Жаңағы айтып отырмын ғой, өте сирек кездесетін элементтер көп, который елдің бүткіл әлем қызығып отқан. Осы өңдеу технологиясын жолға қоятын болсақ, мына біздің кендерімізді жаңағы обогащение дейді, обработка жасап өңдеу саласын келтіретін болсақ, өте көп бағалы элементтер шығады. Міне фосфогипс ешқандай да қалдық емес ағайындар, тау жыныстарынан келген таза минерал. Жаңағы минерацияға қолдануға болады, бірақ та тек қана бұл жерде улы деген, мына топыраққа, денсаулыққа улы деген элементтерді, фтор, мышьяк элементтерін, жаңа ауыр металдарды бөліп, тазалап қана жіберуге болады. Сонда денсаулыққа да, топыраққа да, жалпы ауаға да ешқандай зияны болмас еді деген ойдамын. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет, осындай бізді мына ғылымды, жаңа ғылым не керек деуші еді, қазір ғылым керек екенде қоғамдық бірлестіктер біздің ғылыми университеттерді қосып отыр. Мінекей қазір өздерінің жаңа қорытындысын қарарын шығарады, оны мен әлі көрген жоқпын. Өздері шешеді енді. Біз тек ұсыныс жасаймыз. Міне осындай ғылыми зерттеу жұмыстарын жасап жүрміз. Өндіріс орындарын ашуға, инвестиция тартуға біздердің шамамыз келеді. Тек қана біздің күшіміз бірлікте болып отыр. Жаңағы жалғыз адамның үні шықпайды, ал енді көп болып бірлесіп, өндіріс, қоғамдық бірлестіктер және университет ғалымдары жұмыс істейтін болса, онда бізде неше түрлі әр облыста жоқ дегенде 2-3 тіпті 5-6 өндіріс орны ашылар еді деп ойлаймын.